Қалайсыздар қыздар? Қайырлы күн. Так. Мен онлайн клиентім связға шықпай жатыр. Сол моментті пайдаланып, сіздерге тегін прямой эфир жасайын деп шықтым. С утра менде клиенттер болды. Арнайы Сарыағаш қаласынан 2 әпкелі сіңлі кісі келіп терапия алып кетті. Альхамдулилля, Шымкентте психологтар бар екенін білсек те, бірақ именно сізге келгіміз келді деп ат терлетіп, өздері бір уақыт, бір күндерін арнап, арнайы келіп кетті. Прямо очень приятно. Сол, қыздар, сол үшін айтайын дегенім, өзгерем деген адам, өзімен жұмыс істеймін деген адам, ол просто табатта мүмкіндікті. Кеше сол индрайвер таксимен кешке отырып, түнде жетіп, түстен кейін шығып. Бүгін келіп, қазір қайтадан кетейін деп жатыр. Медитация деген несі, медитация бересіз бе дейді. Енді қыздар, медитация деген ол да бір практикалардың бірі ғой, бірақ мен медитация бермеймін. Дауыс тұтқан не болды? Білмеймін қыздар, дауысыма не болып тұрған. Соңғы кезде что-то эфирге шыққан кезде барлығы солай айтатын болыпты. Не знаю, что с голосом. Жалпы медитация деген нәрсе ол бейсанада перепрограммирование десе ғой. Қыздар, давайте маг-терапия өткізейік. Мына жерде не көріп тұрсыздар? Қандай қол, ол не істеп тұр? Сразу көргендеріңізді жазыңыздар. Бір-біріне байланған жұп, адасқан, қол жұп, шырмалған қол, байланған қол, байлаулы қол, байлаулы қол. Қолынан бәрі келеді, молодец. Қолын кейін, қолы байланған әйел. Байланыста. Ойынның шырмауында жүр. Жіппен шатасып тұрған қол. Бірін татса біреуіне жеткізе алмаған адам шығар, қол байланып тұр. Қараңыздар, қыздар. Әркім қазір осы суреттен өзінің ішкі состояниесін көріп жатыр. Шынжырланған, бір-біріне байланған жоқ, это созависимость, қол байланған, шарасыздық, то есть я что-то хочу, но не знаю, что делать, фокус жасайтын қол, машалла, пысық келіншектер фокус жасайтын қол көреді, шимайланып жатыр, екі қол жіптермен шатасқан, жіп ойнап отқан қыз, машалла. Вот, если ойын көретін болсаңыздар, жіп ойнап отыр, если қолдарды еркін қимылдай алатын көрсеңіздер, ол значит жақсы, значит сіз еркінсіз, өзіңізді өзіңіз басқара аласыз деген сөз. А когда сіз қолын байлаулы, шырмалған деген нәрсені көретін болсаңыз, значит сізде созависимость бар. Яғни сізде жертва позициясы бар деген сөз. Немесе дәл қазір қандай да бір проблеманың етегінде жүрсіз, қайтсем шешем деп. Біреу ашулану, екіншісі үндемеу дейді. Удобный әйелді көріп тұрмын позициясын. Енді сіздерге сұрақ, бұл қолдарға қандай совет берер едіңіздер? Қандай совет бересіздер? Осы шырмаудан шығу үшін. Егер шырмалған, қиналып тұрған қол болса, қандай совет бересіздер? Я дәл қазір бір проблеманың соңында жүрмін. Соны шешу үшін не істеп жатсыз? Қандай совет бересіз? Ми ашыған дейді. Шешуін тап. Қалай табады? Біраз қимылдаса шешіледі, машалла. Қайшымен қия салу. Сіз радикальный мералар қабылдайды екенсіз, Айжан. Миыңды босат. Жіпті дұрыстап шешіп жинау. Әбден 7 рет өлчеп 1 рет кесетін аккуратный келіншектің жауабын аптек шоп. Ешкімге совет берер жағдай жоқ, өзімізге совет керек дейді. Сол өзіңізге енді қандай совет бересіз, айтсаңызшы. Әр адамның жауабы өзінің ішінде негізі. Асықпай сабырмен ойланып шешу. Бір жіппен интересный зат жасағалы отыр, тоқыма секілді қолдар кепке не похоже на жұрт. Машалла, акулли нелсіме видно, что сіз әрдайым әрекетте жүретін, выход тез табатын адам екеніңіз. Не так сильно завязанный, молодец. Асықпай байыппен қадамдар жасаса шешіледі, керемет. Қиып тастау керек. Гаухар, сіз анда радикальный мера. Қиып тастау керек болды. Тастай салу керек. Айтпасау керек. Ортасынан кесе салу дейді.
бір-бірімен байланыс орнатып жатқан сияқты мен үшін дейді. Күшті. Төмен түсірсе түсіп қалады. Классно. Көрдіңіздер ме? Әр адам мына жерде әр түрлі выход көріп жатыр. Өте көп выход совет етіп жатсыздар, иә? Көрдіңіздер ме? Яғни бір ғана проблеманың сіз көріп жүрген бірнеше шешім бар негізі. Так, ешкіммен көмек сұрамай шешудің жолын өзі дамды деу керек. Шиеленіскен өмір тағдыр. Просто қолды отдельно шешіп алып төмен түсіру дейді. Классно. Бір жіпті тартып қалып, сразу бәрі шешіледі. Классно. Қолды шешетін мүмкіндік бар ғой, байланбаған дейді. Әне керемет, я дұрыс, Салиха ханым. Наставничество алған менен Салиха ханым күшті совет айтып жатыр. Я? Кейбір адамдар просто жертва болып, жаңағы осындай просто тартып қалатын нәрсенің өзінің күрделендіріп жүреді. Дать себе время распутать. И так тартқалы отыр, осталось сильнее потянуть. Молодец. Бұрында осындай жіппен ойнайтын ойын болушы еді, соны ұқсап тұр, ойнап отыр дейді. Сәбит қызы, сізде бір балалық шақтан қалған ностальгиялар бар да? Шетінен жайлап шешу. Неге мен тамақ іше алмаймын, ішкізбейтін себеп табыла береді. Ата-енем бәр тамағын қызғанады. Тамақтан қатты қиналдым, ішкізбейді, бір тылсым күш дейді. Білмеймін, терапияға келіңіз. Даже не знаю. Себебі көп болуы мүмкін, но я вижу позицию жертвы. Мені ішкізбей жатыр деген ше. Ауыз сіздікі, қол сіздікі. А сіз миыңызда өзіңізді біреулерге құлдыққа беріп қойғансыз. Как будто сіздің тамақ ішуіңіз, жеуіңіз барлығын біреу басқаратын сияқты. Мынау әдемі моншақ қой. Керемет, қойындап дерсіз, значит, өмірден әдемілікті көресіз бірінші, проблеманы емес. Шеше алмай жатыр дейді. Шешу үшін не жетпей жатыр. Түсініңіздер ме, қыздар? Қандай инсайт алдыңыздар? Алматы қаласында өткізесіз бе дейді. Алматы қаласындамын ғой мен. Керемет айтасыз. Рахмет. Терапияда қай саланы таңдасам деген мәселелерді шеше аламыз ба дейді. Қыздар, қараңыздар. Терапияда сіздер өздеріңіздің ішкі дауыстарыңызды тыңдайтындай дәрежеге жете аласыздар. Сол кезде, мысалы, сіз мынаны таңдайын десеңіз, бәлкім сіздің ішіңізде мамаңыздың дауысы тұрады да, зачем сен оған бара жатсың деген сияқты. Мынаны таңдаймын деген кезде тағы бір дауыс шығады деген сияқты. Сол себепті сіз өз дауысыңызды ести алмай жүрген болуыңыз мүмкін. Ал терапия барысында адам өзінің ішкі дауысын тыңдап үйренеді. Қолыңызды билетіп отырып әдемі шеше салуға болады. Молодец, мына айкули найл істемей, маған сіздің жауаптарыңыз өте ұнап тұр. Так. Тағы да бір карта көрсетейін ба, қыздар? Хотите? Так, давайте. Қыздар, кстати, менде бір апталық қазір онлайн WhatsApp топпен не болып жатыр? Осындай маг терапия болып жатыр. Күнде осындай күн сайын 7 күн бойы бір картаны саламын группаға, сосын қыздар өздерінің көргендерін айтады, мен соған қарап олардың проблемаларын айтам да. Өздері көрмей жүрген проблеманы айтам. Келесі топқа жазылам десеңіздер, можно. Скидкамен қазір 25 000 теңгеден болып жатыр. Бір апталық маг терапия. Қазір мен сіздерге бір қызық не көрсетейін. Не көріп тұрсыздар? Бағасы 25 000 теңге ғана, бір апталық, онлайн. Маған ешкімнің дауысы емес, өз даусым, өз түйсігіммен жасаймын. Не көріп тұрсыздар? Ең бірінші, прям ойларыңызға келген дүниені жазыңыздар. Что вы видите? Анасы қызын емдеп жатыр. Мама жалеет взрослую девочку. Гүлден ханым. Мама жалеет взрослую девочку. Это у вас... ваша мама жалеет вас? Или вы жалеете маму? Отношенияңызда қандай нәрсе бар? Что-то я вижу какую-то тревогу. Қараңыздар, қызының жарасын емдеп жатқан анасының сезімдері, чувствосы, настроениесі қандай? Мужым и я деп ойладым, кішісі мен. Арайлым, сізде детско-родительское отношение. Вы в роли
ребенка как будто сіздің күйеуіңіз папаңыз сияқты. Жаны ауырып тұрған ана, аянышты, құлап қалған қызын аяғын таңып отқан ана, жарақатын таңып отыр, тізесіндегі жарасын таңып беріп отыр. Күшті қамқорлықтан қыз ренжіп отыр, ана өзін кінәлі сезініп тұрып, бір суық нәрсе бар дейді. Жанна, сізге де терапия керек. Қызы мамасының қасқабағына қарап отыр. Бұл тоже дұрыс емес негізі әсел. Маманың қасқабағына қарау деген. Это созависимость от мамы, сепарация болмау. Қамқорлық, терең сочувствие. Улыбчивый, жақсы көрмеймін. Анасының балаға деген әрекеті, аяғын таңып жатқанын көрдім. Бала үшін жасап жатқан әрекеті. Кім мына мамадан қаталдық көрді? Кім мамадан қаталдық көрді? Шаршаған ана, қызы өзін кінәлі сезінеді. Вот это вот неправильно. Когда қыз бала құлап қалған үшін өзін кінәлі сезінетін болса, ол ертең басқа адамдардың да қателігі үшін өзін кінәлі сезінетін болады. Мысалы, күйеу ішетін болса, он из-за меня пьет деп ойлайтын болады. Если күйеу измена жасайтын болса, что-то со мной не так деп ойлайтын болады. Понимаете? То есть өзін кінәлі емес жерде кінәлай беретін болады. Анасы қызына, қызы анасына өте аянышты халде бір-бірін жұбатып отырған сәті дейді. Қыздар, вообще бұл картаның мәні білесіздер ме? Бұл қателесуде, құлауда, сүрінуде, жығылуда. Сол кездегі ана мен баланың сол қателікке реакциясында. Понимаете? По сути, біз өмірде бәріміз құлаймыз, иә? Әр қайсыларыңыздың өстіп тізелеріңізді қанатқан кездеріңіз болды ғой. Сол кездегі сіздердің аналарыңыздың сізге жасаған реакциясы, сіздердің сол кездегі сезімдеріңіз кейінгі сіздердің қателесулеріңізге, кейінгі сіздердің сол қателікке, отношенияларыңызға әсерін тигізеді. Осыған мән беріңіздер. Сосын сіздер өздеріңіздің балаларыңыз құлап қалған кезде, бір жерін қанатып алған кезде, бір жерін бірдемені бүлдіріп немесе киімін жыртып алған кезде қандай реакция бересіздер, соған мән беріңіздер. Насколько вы спокойно, жаңағыдай просто жарайды ештеңе етпейді деп жаңағыдай жанашырлықпен, былайша айтқанда заботамен, андай жалыспен емес, заботамен қаншалықты сіздер балаларыңызға демеу бола аласыздар. Оны әсірелеп, ойбай мынау тағы құлады, ойбай мынау тағы жыртты, ойбай осақ вечно бүйтіп жүреді деп айтатын болсаңыздар, ол бала кейін өскен кезде өзінің қателік жасауына мұрша бермейтін болады. Или бір істі бастайтын кезде ол қайтып кетеді. Ой, Құдай сақтасын, ертең құлайтын болсам, бірдемемді бүлдіретін болсам, жыртатын болсам, сындыратын болсам, мен мамамнан осындай сөз естимін. Лучше мен тыныш жүре берейін, мен мамамның нервісін артпай ақ қойын, мен мамамды уайымдатпайын деп өзінің жаңағы ұмтылып просто спокойно еркін өмір сүруіне рұқсат бермейтін болады. Түсінікті ме? Бұл карта сіздерге осы нәрсені көрсететін бір инструмент сияқты. Түсінікті ме? То есть обращайте внимание, балаларыңыз бірдемені бүлдіріп алса, шағып алса, төгіп алса, сіздер қалай реакция бересіздер? Как вы на это реагируете? Бізде байқайсыздар ма? Біз соншалықты баланың жеткен жетістігі мен күшті бір істеген нәрсесіне реакция бермейміз, когда бала қателескен кезде. Ойбай, төкті ана, бүлдірдің, байқамайсың ба деп айғай салады да анасы, бірақ сол эмоцияны, сол энергияны бермейді, когда бала жетістікке жетіп бір нәрсені күшті қып істеген кезде. Вообще должно быть наоборот. Цивилизованный елдерде, где психологиялық мәдениет қалыптасқан елдерде бала төгіп алса, просто төгіп алды. Ничего страшного, это бывает деп айтады да. Керісінше бала бір жетістікке жеткен кезде, ох ты, не деген керемет үй салғасың, мынаның терезесі қандай ровный, мынаның шатыры қандай күшті деп сондай реакцияны сондай кезде беру керек. То есть жетістікке жеткен адамға реакция беру керек. То есть надо всегда говорить, ничего страшного. Бәріміз жығыламыз, мен де кішкентай кезімде жығылғам, жазылып кетеді, онда тұрған ештеме жоқ, главное сен аман бол. Вот важность надо придавать ребенка, балаға тұлға ретінде. Сенің жан дүниең главное аман болсын, главное не переживай, все нормально деп мына жерін баланың тыныштандыра білу керек те негізі. Біздің бірақ көбімізде осы нәрсе болмағаннан кейін біз көбінесе бір нәрсе бүлдірсе жан дүниемізден гөрі ана сынған затты көбірек уайымдап кетеміз. Түсінікті ме, қыздар?
Қалай сіздерге қыздар, мактерапия ұнады ма?